күшті осындай видеолар сала берші, күшті видеоларың деп айтасыңдар да, бірақ лайк да баспайсыңдар, комментарий да жазбайсыңдар. Самолеттік бір-бірлеріңе жіберу деген вообще жоқ. Күшті зор видеолар сала береді. Егер сендер күшті соны бағалап, күшті астына смайликтер салып, бір-бірлеріңе фүчк-фүчк айтып жіберіп отырсыңдар, конечно, менде желание бешеный болады. Жан күшті зор лайктар сашы, зор видеолар сашы деп директке жаза бересіңдер да, соны комментарийге жазсаңдар болады ғой. Активность сәл болсын шығатын еді. Сосын зор видеоң ректе жүріп, просмотр үйіліп жатыр, мияқтап тұрып, комментарий кетіп жатыр. Желание бешеный, одан да зор видео саған келіп тұрады да. В общем, ұзын сөздің қысқасы, активный болыңдар. Саған нәрсені бағалап тұрыңдар. Бағаламасаңдар менен сұрамаңдар. Болды, мен ешкез пропал жоқ болып кетемін. Обидно болып кетеді да, просто күшті видеолар саласында жаман біреудің чіп сүйгендеріне 1-2 миллион просмотрда ашып қарасаң 2000, 3000 өлеп түрлі, оны монтаждайсың, оны түсіресің. Істерме бір видео түсіру үшін қанша мобилограф жалдайсың, уақытың кетеді, освещениең бар, фоның бар, идеяң бар, басқасың бар, еңбегің бар, өліп тіріліп түсіресің да. Осыдан бар ол осы видеоны көріп өзіңе пайдалы ақпарат алып, әшейін деп өтіп кетесің. Осыдан қарап тұр. Жазған әр комментарийлеріңді оқып, лайктарың мен просмотрды салыстырып отырамын.